Сәлем достар, наконец-то біз бара тұрған орынға барып еттік. Сізге сөйлеуім бойынша біз Түркияда тоқтап қалғанбыз бетінде. Түркиядан соң қайда барғанымызды сөйлемегенім. Қазір шуның туралы сөйлеймін. Нисек, нендей үй өттік, нендей ауырлықтар кешірдік. Барғыла келесі минуттарға. Мұң еліне сұнған ұлы бала, қиялы артынан түбәт саба. Илап үлгермей, көңілі түдмей, ұлтырып қалы ағышы аға. Етті вақыт күдлікті сесерге, көңіл таша, шатлай қадір. Тау, әйлендіріге әдір, қаршы юлға түліп қоям көпір. Дүретлік, тадалық, табы боламы оң ондай адым. Әр кеші өлінсән егіт хала, қайғысақ юлда юғалып қала. Оңғы адым, болмас артық, тырышқанда ташқа қадыр қағыр. Ташқа тамсы, соқыр қадыр, атып қалмағандар ятып қалыр. Все будет хорошо, но готовимся к худшему. Здесь вас никто не поможет, никто не прикроет. Сразу айтам, біз барға болдық Америка Қосшы Штаттарына. Не үшін, біздің бар вариант бар Европаға барып политический убежище сұрауға или Америкаға бітенді. Не үшін Американы хайланық, çünkü бәлекей сақтан голливудский фильмдарды қарап, мен өзім рэп артисттарын тыңлап, диснейский мультиктарды қарап, культураны впитать өскәс, Америкаға барып, нендейлер еш башлап, может быть, шоу-бизнес яғынан өзімді анап қара келейіні, шоға көре Америкаға барырға болдық. Америкаға юл әлігі вақытта біздің Ресей кішілері үшін, көптері үшін ята Мексика аша. Çünkü Америкаға тура виза білмейдер, алу қиын. Дөрестей. Çünkü Америкаға тура виза алу қиын. Білмейдер. 2%, может 90% отказывать. И визаға берхәңді одақ көтір керек, әділге тезлетіп. Рахмет. Бізге тезлетіп, қайдалыр барып, етер керек енебетінде, қайдалыр ұнылашыр керек, уже 2 ай біз кочевниктер хамақ үйрінік бетінде, өдіңден неопределенность болға сол көңілді еке, қайдалыр барып тедірек ұнылашқы келді, визаға официально берхәң, оны көту 1 ел өтірген может, түрлі елдары бар енді, біз Мексика аша, орыс еткені решили рвануть. Достар, бұл видеоны уже Америкаға түшірем. Бая башланғанда Америкаға енді, біз достарда яшәнік, бір адына әлі мына өҙгә квартира снимайттық, и көштік. Бүгін генә көштіндік, шуға көре бардық. Вот, шындайрақ квартира, мында туалет, мында спальный, мында ағыл, мында бізге матрас берілер пока достар. Мында әміне yoqтай, ошу әминәнің орындығы бүтін дөньяны ұрап сықты тегіңді бұла. Ол складной, шуға біз өзімін алып үрінік. Қайдағыны яқламан ұнымен әміне. Вот, и ошай кухняға бар ені. Бұнда Америкала квартираларда сдавать кәнді обычный кухня була, а қалған весь буш енді. Вот біздің пока буш, бұнда біздің хламета. Бүгін гіне әлі яңарқына көсіндік. Мұна ошай фонарик қойып қойдым. И продолжаем. Шайды достар, біз сырға болдық Мексикаға. Мексикаға сатқанда бірінші ауырлықтар башына Түркиялауып аэропортта. Çünkü yine аэропортта могут самолет қалдыртмаққа кері бұрға. Не үшін? Çünkü Мексика аша Америкаға элегірге телеуселер, иммигранттар көп, и чтобы иммигрантский потокты как-то ограничить, шулай іштегендер. И өтір үшін, yine Түркияда самолет қалдыртқандар үшін максимально как турист надо выглядеть. Бұның үшін туда и обратно самолетқа билет алып көру керек. Мексикала отель забронировать деп көру керек түлеп, һәм туристический маршрут эшләп көру керек. И аэропортта һин шулар виз күрһәтәһең, доказывай, что һин не иммигрант, һин турист. Безгә ошо без эшләдек, безнең киттек где-то 5 мең кирәһе акса. Главный риск нимәлә? Һин әгәр дә самолет калдыртмаһалар, кире барһалар, һин түккән аксаң ис юк касыга. Но без бүтән кыйлыкты йыйдык та юлландык Стамбулга аэропортка. Біз, такси сақырғайнық, әлі аэропортқа кетіп баралы. Мағындай крутой такси ебінде Башқұртса мультик тұра, балалар. Алғы ғылғап кеткенде, әйтсам ақыл өсіп тұра. Стат краны.
Ну, ошо испаткарна ошо тункайп именно ошо айтып туруп эсерге тип мана хорат көрөт ошо алгы ошо айтып туруп эсеп тура. Эмине хоклаган кстати. Вообще Ашаманов уже опасно было. Эмине. Стамбул аэропортна можно кочевать жить, кочевничеством можно заниматься. Шулхаттын дур аэропорт. Короче, самолетка өтіп бара жатыр. Мексикаға алып бара тұрған самолеттің мұрны көріне. Бірінші этапты өттік. Бізде келе бормадылар. Түркиялі. Отырттылар. Обычно Түркиянен бұрылар. Екінші этап Мексикаға былай. Достар, біз бірінші этапты өттік. Бізде самолетқа отырттылар, кері бормадылар. Бында бізде ұзатырға барғанымен бір башқұрт егетті, ол Түркиялі еші, hem түрік сәйелеші. И біз регистрацияла рөкеші бізді моқ кері боруға. Бұл егет шының менен несектер түріксе моторлы айтып сөйлештілі, hem біздің бала барыны бетінде шуда паспасобствовал мекан білмейін. Несектер бізді нормально өткеріп берділер. Біз документтар текшерділер, қарамдар все нормально и өткерділер. Самолет қалдырдық Мексикаға ұсарға 15 сағат. Біз қорққан деп 15 сағат бойына әлеке бала менен қазір несек бар бете берінде өтеп, илай бетінде. Но все нормально болды. Достар, біз самолетқа отырдық, наконец-то қарағыз. Самолет өйет. Үш рәтлі самолет, үш рәтлі. Әміне yoqlab кетті. Бізге ашарға кетірілер. 5 сағат осырға. Әміне аңлаған шекелді, прям тырышып, yoqlab маташты өдді аптағаны. Yoqlaman сағында атта мексиканецтар отырайны. Ол мексиканецтар әмінен оқшаттылар енді. Бұл әміне оларына ойнап, шайды вообще иламай ғана моторын айтты бар беттеген. 15 сағат елілмеге қалды. Һәм екінші этап біздің Мексикала могут кері қайтады береді. Опять Мексика аэропортқа келіп тұршаң, анда паспортный контроль, и шундай сені тексереді, или сені подозрительный көрінеді. Һәм Мексикала обратно разворачивают, клубтарды разворачивают. Шулайды біз келіп түштік Мексикаға. Біз, короче, Мексикаға келіп ендік, келіп түштік аэропорттан бүтін этаптарды өттік, и қазір отельға барады. Әминенің дейсін әмәлерін ебет, корымдарын алып қалдылар, короче, өткермәнілер. Хүйленіп, бұқылдап, короче. Беді яны бізге үпсек кетті, короче. Әмине әлі мұна, блин, деген. Бұлай біз аңалғызға біз Мексикаға паспортный контрольды еңілгіне өтті. Шу миграционный офицер бізден ол английса сөйлешмей, испанса хораны бетінде біз аңалмай башылды артқа қалдықта, теге маташты немелер бізден выяснять етеді. Біз аңалмағыз, теге английса welcome to Mexico дейін лауы дейді өткәрі берді. Но багажды олақ көттік, асығы өткәрмек бетінде һәм багажды мүніп текшерділер. Әминәнің корымдарын, хүттәрін, питанияларын алып қалдылар өткәрмәні. Но слава бұл біз яқшы ғына өтіп кеттік. Һәм ғына әлі хүйлерден тыңлағағыз, қарағағыз барылар егілгені көрді. Біз мәна шында болғандай, шу қаттым үйрек дөпілде қотоса сүнке хенебен дамы өткәрмәтке, өттер өткәрмеді, деген дәмі өткәрмәтке, өйдап қарады, 15 сағат ұдалап қосып еді, хені моңға баратына қатар береді аэропортта. И бізге шу моментта қорқыны сені, біз шу қаттым ағырайдық, переживалдың бары ғала шүкір, яқшыны өтіп кетті, һәм біз отельға барға пейшінік, отельға ақсы көреген мектепінде. Анда Мексикала башқұрт деген яшай. Әйгі бай, ол біздікі әм бұл бізді қаршы алдыға, и көсіп, өден алып қайтып кетті. Мексика кім білмей, бізден үсінен доктора қатышып кетсең, бұл яққа келіп саған енді. Ер шарының вообще екен сияғында өйтін. Бұнда бізде өфілі күн болғанда, бұнда түн. Шуға бұнда перестроиться етуі қиын енді. Ишауыт күндізін оқи қоғылы, біз әлі самолетта яқшалап яқтаманық. Самолеттан келдікті уже екінші сутка yoқтамаққа тырышауыз, çünkü бұнда күн бетінде, бәдіңсе түн хамақ бетінде организм yoқығы келе, но yoқтамаққа тырышып өрейм енді. Әлі кес, мұна көздер қарағыз, көздер қып-қызыл yoқтамаққа тырышам. Шындықтар бірін әйтіп алыптым, бұл Мексикада яшеген башқұр кеміктей біз исілі кетті, ғырләтіп пеші қатайды, ғырләтіп. Оның дур үй, әлнейсе, пятикомнатныйны, оға келе домохозяйкалар, ашаға біші, үйін еуат қалай. Мұна, оғымен ашы саяхаттай, мен исім кетті, мұна қайнарда бұл хақтай, өзі-өзікер осап, өзі-өзікер қаршауыд, бізді приютит етейіні, и қайдағы яшемей екен біздің башқұрттары. Ғырләтіп пешеді, әсін нашын қоқланып, орланып өріндім. Мексика тұрғанда қарайды.
Білің, екі испанка келділі. Мексиканцы әлеме хейлі, әмейін аптыры тұр. No. Ah, no. A ver, continuamos. Әмейін әші қышатты бағарды. Dile, hola, mamá. Ну офигеть! Офигеть! Нифига себе! Ну ты даешь! Слушай, а можно мне? А че все поймали? Все по отдельности просто по заказу. Сразу ничего Pobre cabeza. Pobre cabeza. Dura, dura. Piedras. Piedras. Полная дура ты. Ay, se mira corriendo. Ужас. Aquí es chinga tu madre. Aquí es chinga tu madre. Exacto. Aquí es chinga tu madre. O acción. Достар біз Мексикаға бүгін үшінші күн, үшінші мұн, бүтінсі ме? Бұнда не болды тұғы? Джетлаг деп айтылы. Вақыт өзгергәс бітінді бұнда минус 11 часов үфіменен. Еші өйреніп кетуі, қиынырақ болды, өйрендік. И вот бүгін хотя бір паркқа сығырып кілебет деп сақтақ мана әмін үшке менен. Қарағы бұнда зор ағасы еді. Сиреневый. Бұл шынында вживую вообще мотор көрдім. Живой какой-то сказка. Мексиканский какой-то базарға попали. Қысқырып тек тұр ғой. Кешелер. Мына кешер баштарына маймыл ғалимер қойып алғандарда. Короче, бұнда білмеймін, какой-то байрам, праздник, бая вообще хавантой немелер барайын. Қарағы, бұнда біз зоопаркқа келгенік, бұнда панда үйрей. Ну, бақыр ғына аның условиялары вообще түрмелігі қылмақ, короче. И панда тоже ен соғады. Ну, біз бұнда паркқа целым паркта үйріп аттық та, зоопарк деген көрдік та екілік қараға болдық. Достар, ананда қарағы бір шакал ятта, короче. Ана мұрыны көрініп атта. Яшын ата, ол бір әлі көрген екен жор бір шакалдың бір түрі мекен ана. Живой вообще болғансы көрінау. Хәттер өте, мені хәттер өте. Қара, мені ана зебра бар. Марти! Ана, мені қара, страус. Ана қара, мені жирафтар. Emine. Ana qara. Vallahi ana. Bana küçük balları qara. Ayy. Şu keze hamak nima endi. Buni hip tura. Ana, meni ana qarab tur. Ayy. Ana qara o'tib Keze benim hamak. Bu evet, Овен. Mana o'sha Овен. Вот. Овен, мен по знаку зодиака Овен. Ана, антилопа. Антилопа, мүгізді көрің. Ой. Эй. Давай ты зоопарктан сығып. Қатырға сақтық, потому что біз арынық. Бұнда Хавантойда болды, Хавантойда участвовать етмәнік. Қыдық түгел, бүтәлі шарылдап, нәмі хатталарында. Шол. Зоопаркта бір, основном көрінгендері нелер болды, всякие антилопалар, кәзелер, харықтар түрлі. Дикий енді. Достар, давам етәбі, бүгін үшінші күн түшірім, бұл видеоны, бүгін мен Испанияда отырам. Продолжаем. Шулай етіп, біз Мехико қалағында, шул Башқұрт егетінде бір адына ешәнік, особо бір ғадыла сықмаққа, цығы бірмәтқа тырыштық, ақсаны экономит еттік, бір адынан юланырға болдық границаға,
Мексиканская и американская граница считается одним из самых опасных границ в мире. Le conoce mucho por la nota roja. Можно спросить, на что я рассчитываю, меня же здесь могут грохнуть. Новая кровь всегда нужна американской экономике. Это как бы полезно для экономики. Desafortunadamente, las 5 personas ya no contaban con signos vitales. Сильно переживаю и боюсь тех вещей, которые меня ждут, например, по моему возвращению на родину. Me echaron para acá, para México. Именно вот в этом месте почему-то не хватает одного пролета стены. Mira, la familia nos compartió la ubicación y la señal celular lo marcaba cerca de la línea. Начинают обыски, открывают там чемоданы, вещи, находят деньги, забирают их. Да, мексиканский наркокартельдар, кайбір даже городтарды даже контролируют. Алар могут похитить, могут потребовать выкуп. Екінші жақтан власть тоже коррумпированная Мексикала, и мексиканский даже полицейскийлер тоткалар, обязательно взятка алып қалалар, бүтін болған ақсаңды ғып алып қалған болыптар. Но мына шундай опасностьтар бар, но қорқақта бүтін қиылықты ейіп, сықтық Тихуана қаласына. Біздің бүгін чемодан, дорога, путь. Чемоданный настроение уже соңғы 2 айда. Дирек еңелейтерге болдық недерді. Бұл багаждардың тағырмастары ханы бітті. Бұны қуып сығып келе. Бұның бір тағырмасы жоқ шуға. И бәлекесірек 2 не алдықта чемодан. И шунда толтырабыз. И как бы это все, что у нас есть. И то көп нәмәрді қалдырға болдық. Мексиканың бір бедный ауылында кетіп барабыз. Короче, аэропорт вообще артылдымына сумкалар так. Кешілер мұны да тұрсын. Мен мексиканецтерді яратайын, ойнап тұр. Кешерме ойнай. Шулайтып біз Тихуанаға остық, 3 сағат остық. И аэропортқа Тихуананың барып түшуіміз болды. Бізді завели ниндейлер комнатаға. И біздің отобрали паспорта и что-то выясняли. Бізді виз бір орынға индіріп, как скотов бекленлер жарып шығында. Біздің паспорттарды алдылар еще бүткір. Неге стенаға теретіп қойылар тұрған үшін. Обычно бұл комнатала выясняет то, что хинен паспортында қарайдар штамп, виза, и егерде хинен срок пребывания в Мексике саққан бұға, хине заводят стекляшка, шуна заводят, и хинен торгуются, требуют взятку. Вот. Но біздің срок сақмаған ені, шуға көре бізді благополучно еверділер. Короче, Тихуана. Біз Тихуанала болдық 2 күн, яшанық гостиницала. Короче, Мехикодан сыққанда сэндвич ештіп алғайнық. Шол сэндвич әбет болды әлі. Сэндвич аша отыралы. Мен самолетті әрік күні оқтағала. Әлі түн. 12 бірінші кеттім. Мен yoqqa hostel. Yoqdaymi? Асықтырған. Мынандай гостиница. Отель деп аталайын. Орналаштық. Мына мексиканский флаг тұр. Бізде Башқұртстан флагын бейік тау башына үфіле ұшайтып қойып қойырғайны. Бүтін үфіле, чтобы көрініп тұрған Башқұртстан флагы. Достар. Ертеге самый біздің қорққан ел. Қорқау немеге сөңке ертеге Американ границаны барам.
Шулай итеп, 2 көндән без юлландык Американың границасына. Собрать чемоданы. Такси келді, біздің самый важный йол. Решающий рывок. Біз Мехикали қалаға шақырға болдық, алдық машина сатып алдық. Өзі көп иммигранттар менен аралаштық та, чаттарда енді иммигрантский чаттарда русскоязычный. И егер кіші елдік та Мехикали қалағына Тихуананан 3 сағаттық юл ине. Бұл юл неме hemen ғибарат. Бында могут еңа осыраға наркокартельдің кішілері, всякие бандиттар. Олар могут похитить или потребуют выкуп, или же могут осыраға полицейскийлар мексиканский, алар тоже могут взятка потребуют, бүтін болған ақсаңды ғығып алып қаларға могут таринді. Шул қорқытайын әлбетте, но бүтін қиылықты едік та сықтық. Что все будет хорошо, но готовимся к худшему. Здесь вас никто не поможет, никто не прикроет. Все будет зависеть от вашего кейса. Насколько он сильный и правдоподобный. Вопрос можно? Пробуйте. Мой муж, вы там его успокаиваете, он может с ума сойти, если что со мной. Я себя хорошо чувствую, я готова ко всему, а вот он нет. Башта барды біздің бір ағайынды, біздің менен сығырға тілеген. Но ол біз аппақ емес, әсі ақ ол прям конкретный урыс. И мексиканец қала оқшамаған, американец қала оқшамаған, һәм испан тіліндәлі, английский қала сөйлешмей, шоға көре еще нервный рәғінәдірәк. И ол зарлым барғанда мен прям қорқып бардық енді, әзір бір әйіп тоқтатха, бұл точно бізді спалит и точно біздің проблема болады. Біз юлда Мексикаға, Американың границасына кетіп барабыз. Онда бір машина біздің хамақ қасқындар. Әлі бая түшіріп білмәдір. Онда атмосфера максимально теге. Бая машина с пулеметом өтіп кетті короче. Юлда прям шулай контроль біз. Бір кімгелі электрмәхеттен әрәнтіп кетіп барабыз. Теге всякие, извините меня, кутляктерге айту еңел там, вот, их там спонсируют, их там кураторы там где-то там, что-то там. Вот, бындағы кетіп барған, ну, бізден тыш кетіп барған кешелермен де сөйлешеді. Сондай мына душераздирающая историялар сын. И выкручивается. Это из России бында. И кімділер по политическим соображениям преследуют, кімділер по религиозным. Вот, и қасып кетіп баралар. И бүтінлер Мексикала выживать етерге тура келген. Түрлі ауыр елдар өткен. Біздің елде, біздің Россияда тыныс яшерге ерік бермегендер. Шуға от безысходности кешелер біздің хамақ шу. Сығып кетіп баралар. Но сидя у дивана, обвинять легко, конечно, людей. Вот, не патриоты, предатели. Бүтін хотели тыныс қана елінде жить. Но хватило смелости нендер беспределға, көздерін юматқа высказаться где-то. И из-за этого спокойно жить не дальше. Шул Мехикалиға барып етіп келгенде өзім зарулым отырға болдым. И мен әдірек мәйек хақал менен кепка киіп алдым, дәшке киіп алдым, әдірек мексиканец қақшағанмын. Вот. Шайтып Мехикалиға қалағына барып еттік те, и бізде бір орында ғана полицейскийлар осыраны, алар тоқтатманылар. Һәм уже непосредственно границаға Американың барып етіп келгенде турайны офицер. И шул офицер мог бізді обратно развернуть. Біз на границе. Вот пошел Купер аша. Теге жақта уже Америка. Вот
подряд переживаем, потому что могут нас обратно развернуть. Но до этого все шло гладко, я думаю, дальше будет все гладко. Күптәр машинадан инген кешеләрде обратно разворачивают, и алар беренче тапкырдан үтә алмай, бер 3-нче попытка, 5-нче, 6-нчы попытканан сак үтеп китәләр кайбер кешеләр Америка ягына. Ә без үттек беренче попытканан. Ни өчен? Шул уже границага yetip килгәндә ошо поток машин бит инде, и мин карайм, что-то тәдәрәнән бөтә һәлә теге офицерга күрһәтә ниндәйдер документ, короче, ошо карточка. Был ID, американский ID-ларын күрһәтәләр икән. Вот, ID это американның гражданины дигән һәммә документ күрһәтә инде. А ул ID бездә российский правага охшаган, водительское удостоверениега. Мин шуны күреп калдым да, смекнул да. Мен үземдән водительское удостоверениене алдым да бит инде. Һәр теге офицерның каршыһына килеп итеп килә идек. Мен теге максимально не подавая виду, уверенно утырам. И шул машинаның эсенән, тәҙрәнән шул үземнең водительское удостоверение күрһәттем дә. Алыстан инде шәйтеп иптәп кенә күрһәткән булдым да, короче, теге офицер, окей, тиенле безне үткәреп берде. Без үттек с первой попытки. На машину мы вышли. Короче, границу Мексики пересекли. Вот пересечь границу Мексики это очень тоже сложно, опасно. И вот мы пересекли, нам осталось сейчас, чтобы нас пропустили видеоконтроль. Американцы. Мы будем просить политическое убежище, умолять. Последний рывок. Уже анда границала, уже офицер турайны, ол американский офицер болған. И артта меня пассажирларға скара, это мексиканцы походу, газ в пол, давай дави, деп инде. И мен чуть газовайтып сығып кетмәнем. Әгәр дә сығып кетһәм, шунда вообще кирдек булырны. Чөнки ул американский полицейскийлар уже не церемонится, алар могут и атыргала. Шунан мин ишетеп калдым теге шул офицердың нейнен рацияһынан американский тавыш, теге англисча һөйләшкән тавыш ишетеп калдым да бит инде. Юк, это походу американцы дип уйладым да. И сдались. Мин тоқтадым да әйттем, we need political asylum, тип, нам нужно политическое убежище. И теге офицер по рации немелер өндәштеләр, весь безне окружили полицейскийлар. Кинолардагы һәммәк инде теге весь оружиелардан вооруженные безгә пистолетларын туккандар да, короче. И машинанан сыгардылар, инкәдә мине колды күтәреп сыктым бит инде. И в наручники, и bütün калган пассажирларды сыгардылар да тоже в наручники. Алгы менән алгыга гына наручник кидермәннәр, чөнки ул бала менән. И безне алып киттеләр бордерга. Бордер ул как тюрьма һәммәк нәмә, но еще не тюрьма инде. Анда ошо весь теге бер зал, и шунда бүтәр идәндә яталар, короче, теге эмигранттар, короче, там маталар биргәндәр дә, просто фольга, ябынырга фольга биргәндәр дә. И шул бордерда безне 3 көн тоттылар. Анда пока не выясняют вообще кем, откуда и нимәгә именно политическое убежище кирәк. Интервью на страх бирәһең. Интервью на страх обосновываешь, почему они должны дать политическое убежище, почему үзеңнең илеңә кайта алмайың. Вот, безне айырдылар, алгыман икебезне. Алгы Әминә менән бер якка, мин икенче якка. Икебездән дә отдельно интервью алдылар. Мы безнең историяны как есть һөйләнек. Анда кайбер кешеләрде detentionга ебәрләр. Detention это уже тюрьма, иммиграционная тюрьма, если һиңа бер подозрениялар тауха, detentionга ебәрләр. Без шуга курка идек, чөнки могут даже айырып бала менән хатынды сыгарыга, мужа только отправить в detention. Могут даже бала менән мужа выпустить, жену только отправить в detention. Без шуга курка идек, безне айырып куймаһындар дип. Но 3-нче көнгә безне благополучно сыгардылар Америкага. Свобода! Свобода! Иреклек! Сып-сирәк машина Без Американың ковбойский киноларда төшүләр бит, пустыня буйлап китеп барабыз, короче.
Ben Amerikalı. Ben Amerikalı. Офигеть. Бында живет Шварценеггер, бында живет там, не знаю, Уилл Смит, бында живет Илон Маск, Билл Гейтс, там, Цукерберг, анда. Бәлекай сақтагендер қарай тұрғайнар. Вот все был елде живут. Прикиньте, қыдықтай. Какие-то люди неизвестные к нам. Какие люди в Голливуде, можно так сказать, да? Мы здесь. Шулай итеп без Америкага килеп еттек. Шулай һөйләп утырһаң, видеоларда караһаң, теге безнең приключениялар, все как по маслу гына үтте бит инде, бернинди проблемаһы, но үзебезгә ошо юлда нык күп переживаниялар, нык күп опасностьтар булды. Һин үзең когда в этом находишься, это намного страшнее, конечно. Но барыһы ла Аллага шөкер, изначально уңышлы гына барды. Изначально Америка ягына ыңгайлай ине бит инде безнең юл. И шулай Аллаһ Тәгалә кушкандыр инде. Мин уйлайм үземчә, Америкага ниндәйдер зур эш эшләргә тиешмен мин. Бәлки, тырышасакмын, бәлки берәй шоу-бизнес ягына үтеп карарга тырышам инде, берәй кино или музыка ягынан, шуңа күрә ышанам, бәлки берәй зур уңыштарга өлгәшербез дип. Шулай дуслар, караганыгыз өчен, безнең өчен кайгыртып, безгә переживать иткәнегез өчен, поддерживать иткәнегез өчен барыгызга зур рәхмәт. Киләһе видеолар уже безнең Америкалары тормыш турында булса, барыгызга Аллаһка булыгыз, зур рәхмәт. Bulhalı yolumda baram berişmem. Tormuşanıp karar yığır ayağımdan berişmem. Neylergene bulhalı yolumda baram berişmem. Nakışam tırışam tormuşanıp karar yığır ayağımdan berişmem.